Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, мен атым Батырхан, және біз бүгін қарапайым теңдеулерді шығару практикумын қарайтын боламыз. Жалпы қарапайым теңдеулерді еске түсіріп, оларды қайталап, оларды жедел әрі тез түрде қалай шығара алатынымызды бақылайтын боламыз. Кеттік. Ең қарапайым теңдеулерден бастайық, және бара-бара қиындай бастаймыз. Бірінші есеп, мысалы 4х қосылған 8 тең нешеге 10-ға дейік. Сонда бізде 4х тең болады 10 минус 8. Біз осы плюсты алып мұн жаққа минуспен жібердік. Біз 4х тең 2 және х тең болады 2-ден 4 тең болады 2-ден 1. Міне. Мұн жақта iPad-ның өзіне маған көмектесуде. iPad-ымызға рахмет. Міне бірінші есебіміз. Және дәл сондай минус 4х тең болады қосылған тең болады емес. Қосылған 8 тең 10 десек, бізде минус 4х тең болады. Жақта қайттан осы плюсты мұн жаққа минуспен жібереміз. Және бізде минус 4х тең болады 10 минус 8. Және минус 4х тең болады 2. Х тең болады 2 бөлінген минус 4. Немесе оны былай да жасақ болады. Ойбай, минус 2 бөлінген 4. Және ол бізде тең минус 2-ден 1-ге. Минус 2-ден 1-ге. Солай. Шешім қалай? Және біз 2 дәл бірдей есеп, бірақ дегенмен бізде айнымалының алдындағы минус ақыр соңында жауапқа да әсер етті. Бізде басында жауабымыз плюс 2-ден 1 болатын болса, бізде сонда жақта минус 2-ден 1 шықты. Және бізден осыдан алатын сабағымыз алдындағы айнымалы ақыр соңындағы жауапқа тура өте маңызды айтсақ. Сол. Келесі бізде квадрат теңдеу дейік. Мысалы, x квадрат қосылған 4х минус 6 тең 0 дейік. Сонда біз жақта дискриминант арқылы шығарайық. Дискриминант бізде b квадрат минус 4ac арқылы шығарамыз. Мұн жақта бізде a, мұн жақта b, мұн жақта c. Яғни бізде мұнда x квадраттың алдындағы коэффициент бізде үнемі a-ға тең болады. Дәрежесі төмен айнымалының алдындағы коэффициент біз b деп аламыз, ал бос мүшені, яғни минус 6-ны біз c деп аламыз. Ары қарай шығарсақ, тең b квадрат бізде 4-дің квадраты минус 4 көбейтілген ойбай, не істеп кеттім? А бізде 1-ге тең. А бізде 1-ге тең. Жазбайым деймін. А бізде 1-ге тең. Оны жазбай қойда болатын. Және с бізде минус 6-ға тең. Сонда бізде тең болады 16 қосылған 4 көбейтілген 6 24. Бізде 40-ға тең дискриминант. Дискриминант квадрат сан емес, бірақ жарайды, біз шығара береміз. Сосын бізде x1 мен 2 тең болады минус b плюс минус түбір астында дискриминант бөлінген 2a тең болады минус b бізде минус 4 плюс минус түбір астында дискриминант түбір астында 40 бөлінген 2. Мұн жақтан біз 4 шығаратын болсақ, минус 4 плюс минус 2 түбір астында 10 бөлінген 2. Және мұн жақта қайтып минус 2-ні шығаратын болсақ, 2 жақшасы ішінде минус 2 плюс минус түбір астында 10 бөлінген 2. Және біз 2 мен 2 қысқарса, бізде жауабында минус 2 плюс минус түбір астында 10 шығатын болады. Зарядкамды күтіп отыр екен, жарайды. Біз мұн жақта осындай
қарапайым теңдеумен және осындай квадрат теңдеумен таныстық. Квадрат теңдеулерге қатысты тағы да бір есеп шығара салайық. Сосын мен сіздерге бір нәрсені көрсетемін. X квадрат. Так, минус 2x плюс 2x минус 3 дейік. Және ол бізде нөлге тең. Сонда бізде дискриминант b квадрат 4 бірден жаза берейік. Қосылған негізі минус, бірақ бізде минус 3 бар, оны 4-ке көбейтсек ол минус 12 және минус пен минус плюс болады, бәрібір, сондықтан бірден ұра берейік. Қосылған 12 тең болады 16 тең болады 4-тің квадраты. Сонда бізде x1 мен 2 тең минус 2 плюс минус 4 бөлінген 2. Сонда бізде минус 3 және 1. Және бізде мұн жақтан тағы да бір кісінің фамилиясы шығады. Ол кісі V еді. Ол дәл осындай квадрат теңдеулерді шығару мақсатында жүйе қарастырады. x1 көбейтілген x2 және x1 қосылған x2. Ойбай. Минус с бөлінген аға, ал мұн жақта минус б бөлінген аға тең. Егер де теңдеу ыңғайлы болса, бірден көрініп тұрса, осындай екі айнымалы қосындысы мен көбейтіндісі арқылы осындай коэффициенттер шығатынын байқасаңыз, онда бірден вет арқылы шығарып кете беруге болады. Бұл ыңғайлырақ, бірақ егер де бізде мысалы дискриминанты 40-қа тең болатын болса, онда вет ыңғайсыз болады. Мен әдетте өз басым дискриминантпен шығарам, уже үйреніп қалдым соң. Но уақыт сақтау мақсатында ветте қолданған абзал. Міне. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Лүпіл басып, маған жазылып кетіңіздер. Видеоларым пайдалы болады деген ниеттемін. Кем дегенде өзіме пайдалы. Бәрібір ешкім қарамайды да. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Тіркелуді, лүпіл басуды ұмытпаңыздар, комментарий жазыңыздар. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.